Менің жасым 33-те, бірақ барлығы 25 жасқа ұқсайсың деп айтады. Дәл осылай не үшін айтады? Себебі шынымен де 30-дан асқан адамдар көбісі жас көрінеді, ал көбісі шынымен де үлкен көрінеді. Неге? Себебі барлығы біздің миымызда. Егер біздің миымыз жас болатын болса, біз жас көрінеміз. Ол қалай? Мысалға, риск жасау, тәуекел жасау, бір белгілі бір әрекеттерді қызығу, өмірге талпыну, осы қасиеттер болса, сіздің миыңыз да өзіңіз де жас көрінесіз. Ал керісінше, орныңыздан тұрғыңыз келмей, мақсат жоқ, әрекет жоқ, тек жата бергіңіз келетін болса, немесе әркімді өсектеп, мынау қолымнан келмейді, мынаны жасай алмаймын, мынаған мүмкінділігім жоқ деп жылай беретін болсаңыз, үлкен көрінетін боласыз. Егер шын мәнісінде жас көрінгіңіз келсе, ендеше ойыңыз